Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздермен өте дәмді, әрі әдемі қазіргі таңдағы хит салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шұжығымызды турап алатын боламыз. Бұл жерде мен копченый халал шұжықты пайдаландым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 бұрышты формаға келтіріп турап шығамыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ол бөлімді ашу үшін осы видеоның тақырыпшасының үстін бассаңыздар, бірден ашылады. Барлығы сол жерде жазылған. Келесі кезекте бізге 200 грамдай қатты ірімшік қажет болады. Оны да 3 бұрыш формасына келтіріп турап шығатын боламыз. Ендігі кезекте қызанағымыздың артық жерлерін алып тастап, видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Бұл салатқа қарапайым қызанақтың орнына черри қызанағын пайдалансаңыздар да болады. Және де достар, қазақша каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписация белгісін басып тіркеліп, лайк басып, сонымен қатар комментария бөліміне пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте жақсылап жуып тазаланған салат жапырақтарын көріп тұрғандарыңыздай етіп турап шығамыз. Кейін қолымыздың көмегімен ақырындап үзіп шығатын боламыз. Салат жапырақтарының көлемі қатты кішкентай да емес, қатты үлкен де емес, орташа көлемде болса әдемі көрінеді, сонымен қатар жегенге де ыңғайлы болады. Ең соңғы кезекте корнишоны деп аталатын, яғни кішкентай тұздалған қиярымызды қосатын боламыз. Және де 2-3 ас қасықтай майонезімізді қосып, дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Менде дәл осы мөлшермен 2 тарелка салат шықты. Соңғы кезекте чечилімізді қолымыздың көмегімен ұсақтап үзіп, домалақтап, салатымыздың үстіне әдемілеп қоятын боламыз. Чечилді дүкеннен алып келгеннен кейін ыстық суға 5 минутқа салып қойсаңыздар, қолмен үзгенде ұсақ-ұсақ болып оңай үзілетін болады. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет дәмді, сонымен қатар кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіріп, әдемі болып тұратын салаттардың бірі. Рецепт сіздерге ұнады деген үміттемін. Лайк басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар.